Саламатсыздар ма ата-аналар? Қалайсыңдар балалар? Бүгін мен сіздермен баяндама оқимын. Баяндаманың тақырыбы бала түстерді қалай тануға үйрету. Мектепке дейінгі жастағы балалардың қоршаған әлемді табуын, сезіну мүшелері арқылы жүзеге асырады. Осы кезде бала заттардың түйсігін, пішініне, көлеміне назар аудара бастайды. Түстер баланың шығармашылық және эмоциялық дамуына әсер ететін маңызды фактор. Сондықтан тәрбиеші балаларды түстерді таныта біліп қана қоймай, олармен таңдауға білуге үйретеді. Негізі орталық топта нақты 4 түс бар. Ең біріншісі қызыл, сары және көк, сонымен қатар жасыл түстер. Балалар, бұл жерде сендерге түстерін тап деген ойын ойнаймыз. Мақсаты түстерді таба отырып, әрі жылдамдығымызды арттырамыз. Жарай ма? Мен қолымдағы тұрған бір кубикті көрсетемін, түсті кубикті, сендер алдарындағы тұрған сол түсті табасыңдар. Жарай ма? Кәнекей, ойынды бастаймыз. Қандай түсті? Жасыл. Жарайсыңдар. Қандай түс? Сары түс. Керемет. Қолындағы көк түс. Жарайсыңдар. Ал келесі түс? Қызыл түс. Керемет. Жарайсыңдар. Қазір сіздермен мен түстерді тап ойын бірге ойнаймыз. Менің қолымдағы тұрған түстерді қазір мен жасырып қоямын. Сіздер сол түстерді алдарыңызда тұрған кубикпен сәйкестендіресіздер. Ойын жақты түсінікті болды ғой. Ал ендеше мен түстерді жасырамын. Керемет.